бір байдың 9 ұлы болады. Бірақ олардың бәрі аңға кетіп ұзақ жоғалады. Сол кезде байдың әйелі тағы бір ұл туады. Баланың аты Ертөстік болады. Ол ерекше бала еді, туғаннан бастап тез өсіп, бірнеше күнде ер жетіп кетеді. Ертөстік атқа мініп кең далаға жол тартады. Ертөстік ағаларын іздеуге шығады. Жолда ол ерекше жануарлармен кездеседі. Күнікей қыз, дана әрі сұлу қыз, оған ақыл береді. Ертөстік келе жатып көлтауысарды кездестіреді. Көлтауысар бір көлдің суын бірақ жұтатын алып екен. Ертөстік келе жатып таусоғарды, үлкен тауларды жұлып тастайтын батырды. Желаяқ найзағайдай жүйрікті. Көреген алысты көретін дананы кездестіреді. Олар бәрі төстіктің серігіне айналады. Ертөстік ағаларын іздеп жүріп, жер астына түсіп кетеді. Ол жерде желді, дәу мен көлсіз ханның елін көреді. Ертөстік зұлым күштермен айқасып, ағаларын босатып алады. Батыр барлық қиындықты жеңіп, ағаларын елге алып қайтады. Ауыл халқы қуанып, үлкен той жасайды. Ертөстік әділдік пен батырлықтың символына айналады. Бұл атау Қытайда шығарылған жібек матасына байланысты. На другую картинку.